Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен кез келген дәріханадан 100 бен 150 теңге аралығында сатып алуға болатын перекистің пайдалы қасиетінен бөлісемін. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеле кетіңіз. Перекис водорода немесе судегі асқын тотығы мүлде қауіпсіз және табиғи антисептик болып табылады. Бұл арзан әрі жоғары әсерлі зат әр адамның дәрі қобдишасында болуы тиіс. Сутегі асқын тотығы ерітіндісінің көмегімен тек жарақаттарды залалсыздандырып қана қоймай, оны дәстүрлі емес мақсаттарда да қолдануға болады. Ол үшін 3% сутегі пероксидін қолданамыз. Оны кез келген дәріханадан оңай табасыз. Киімдерді ағартады. Жуылған ақ түсті киімдер мен сүлгілерді 1 стакан сутегі асқын тотығы қосылған суда шайып алыңыз. Бұл уақыт өте келе ақ түсті киімдердің сарғайып кетуінен сақтайды. Сондай-ақ кетуі қиын дақтарды да кетіруге көмектеседі. Ол үшін дақ тиген жерге азырақ ерітіндіден жағып қойып, бірнеше минуттан кейін щеткамен ысқылап жуып, салқын сумен шайып алыңыз. Аяқтағы саңырауқұлақты емдейді. Бірдей мөлшерде су мен сутегі тотығын араластырып, күн сайын кешке таман аяқтың зеңді аймақтарына жағып қойыңыз. Нәтижесін 1 аптадан кейін байқайтын боласыз. Мойын ауруын басады. Ұзақ уақыт жайсыз қалыпта отыратын адамдар үшін таптырмас құрал. Егер мойныңыз құрысып қалып, мойын бұлшық еттерінде ауырлық сезінсеңіз, орамалды осы ерітіндіге малып, мойныңызға тағып алыңыз. Сыртынан сүлгімен орап қойыңыз. Мұндай компрессті 10-20 минут ұстау керек. Ол мойын бұлшық еттерін қыздырып, ауру сезімін жояды. Ауыз қуысының ауруларын емдейді. Ауыз қуысындағы жара ауруларды емдеу үшін 10 мл сутегі тотығын аузыңызға құйып, 5 минут ұстаңыз. Жұтып қоюға болмайды. Осылайша сіз ауыз қуысын тазалап қана қоймайсыз. Тісіңізді де бірнеше тонға ағартып, тіс қағының пайда болуынан да сақтанасыз. Дүкенде сатылатын ауыз қуысын шаюға арналған құралдардың орнына осы ерітіндіні пайдаланған дұрыс. Оны кәдімгі тіс пастасына қосып, араластырып қоюға да болады. Мұрын бітелуінен қорғайды. Ол үшін 1 ас қасық сутегі пероксидінен 1 ас қасық газдалмаған минералды суды араластырып, спрей ретінде қолдануға болады. Тамақ ауруын басады. Тамағыңыз қатты ауырып жатқанда 2-ден 1 ас қасық жылы сумен 4-ден 1 ас қасық сутегі асқын тотығын араластырып, жақсылап тамағыңызды шайыңыз. Сутегі асқын тотығы ауру туғызатын бактерияларды жоятындықтан, осылай тамақты шаю, тұмау, жөтелдің алдын алады екен. Құлақты тазалау. 1-2 тамшы перекисті жылы сумен араластырыңыз. Құлақ тазалауға арналған таяқшаны ерітіндіге батырып, әдеттегідей құлағыңызды тазалаңыз. Осылайша көп уақыттан бері жиналып қалған құлықты оп-оңай шығаруға болады. Үй жинауды жеңілдетеді. Сутегі асқын тотығының микробтарды жоятынын байқаған боларсыз. Оның кішкентай мөлшерін шүберекке сеуіп алсаңыз, немесе тазалауға арналған құралға араластырып қойсаңыз, терезе, әйнек, айнаны жақсы тазартады. Линзаларды залалсыздандырады. Кейде дәріханадан алатын линзаларды дезинфекциялауға арналған ерітіндінің орнына сутегі асқын тотығын қолдануға болады. Ол линзаға жиналып қалатын заттардың құрамын бұзып, залалсыздандырады.